Жаңа жылды тура мен секілді жалғыз өздері қарсы алған жандар бар ма? Енді новогодний настроение болсын деп дастарханның үстіндегі тамақтарды өзім бірінші рет өз қолыммен дайындаймын деп шештім. Жаңа жылдың символы бұл әрине салат оливье. Енді представляете, шынымды айтайын, мен бұл салатты өмірімде бірінші рет дайындап тұрмын. Интернеттен полностью рецептін қарап алдым. Картошка мен сәбіз дегеннің андай лайын кетіру өте қиын екен ғой. Бұның бәрін вручную өзім кетірдім, сүрттім точнее. Ингредиенттердің барлығы осылай 40 минуттың ішінде дайын болып шықты. Одан кейін дайын болғаннан кейін сразу холодильникке салып қойдым соусын деп. Оливье салатындағы ең қиыны бұл сыртын тазалау екен. Жаңа жылдың келуіне аз ғана уақыттар қалды, поэтому менің өзімде осылай әп-әдемі болып, осындай ободок пен новогодний пижама киіп алдым. Енді давайте тезірек осы оливье салатын бітіріп тастайық, потому что менде овощарезка жоқ екен, поэтому мен өз қолыммен пышақпен турап шықтым. Біртіндеп ыстық тамақ емес қой, жай ғана салат, поэтому тез болады деп ойлағам ғой. Қайдағыдан уақытыңның көбі кетеді екен ғой бір салатты дайындауға. Бүкіл ингредиенттеріне наконец-то турап болдым. Енді заправка ғана қалды. Майонез деген енді вообще көп кетеді екен ғой. Мына бір оливьеге, представляете? Араластырып болғаннан кейін енді дәмін татып көрдім. Енді өздеріңіз де түсініп тұрған шығарсыздар. Енді домашний оливье деген по-любому дәмді болады ғой. Менің өзіме қатты ұнады. Осылай енді оливье салатын дайындау менің қолымнан келді. Жаңа жылдық столыма оливьеден басқа не қойдым, оны уже сіздер келесі видеодан көрсеңіздер болады. Все, жандарым, сол. Бүгінге осы. Всех люблю, всех обнимаю. Пока-пока.